Здравствуйте! Дружбинская сельская библиотека представляет видеоначитки по рассказу Мухтара Ауэзова «Серый волк». Ін үстіне мүйіз тұйықтар тасырлап дүбірлетіп келді. Айқайда бір молайды. Бірі үстіне бірі келіп жиын көбейді. Жерге ат үстінен тастаған ағаштар сарт-сарт түсіп жатты. Ін аузына екі аяқтылар жыбырлады. Көргіш көздер ін түбіне қадалды. Күшіктер бірі үстіне бірі үйіріліп, бауырын көтеріп, қабырлай алмай, жақын жерде жатыр еді. Жіп жылы мықты тұсаулар мойнынан жотадан ұстап, бар күшікті сыртқа алып шықты. Жеті күшіктің бесеуінің көздері қарап отырып өлтірді де екі кішкеншесін тірі қалдырды. Кетерде бұның біреуінің тірсегін қиып қалдырды да, екінші біреуін ең кенжесін алып жүріп кетті. Қалған жалғыз күшікті тістелеп алып, екі қасқыр жоқ болды. Ін қаңқарап қалды. Осыдан соң бір жұма бойы маңайдағы ел күндіз-түні у-шу болып жатты. Қой жарланады, қозы алып қашылды, бұзаулар өлтірілді. Далада құландаған биелердің бірнеше құлындары желенді. Тұтқын болып кеткен көк күшік ауыл тұрғыны болды. Көзін ауылға келгесін 2 күннен соң ашты. Жұрт асырауға көнеді десті. Кішкене құрмаш көксерік деп ат қойып алды. Ертеңгі кеші айналысынан шықпайды. Өзіне жеке ақсүйгіш итаяқ әзір болды. Бауырын көтеріп тырбанып жүруге айналған соң мойнына жіп тағылды. Үй ішінен шықпайды. Тым баласында құрмаш қасына алып жатады. Сол үшін кәрі әжесінің қойнынан да шығып кетті.